Сәлем достар, бүгінгі түс шору шығарылымында түсіңізде дұшпаныңызды көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсінде көрген жаудың арқасы оның зұлымдығынан қорғауды білдіреді. Түсіңізде дұшпаннан қашу, аман-есен болу және қалаған нәрсеге қол жеткізуді білдіреді. Түсіңізде дұшпаныңыздан жасырынсаңыз, оны басып аласыз. Егер дұшпан түс көрушіні тауып алса, дұшпаны оған қиындық тудырады. Егер түсіңізде жауыңыз өркендеп жатқанын көрсеңіз, бұл оның өзі де нашар жағдайда екенін білдіреді. Түсінде көрген тиран исламның дұшпандарын көрсетеді. Егер дұшпаныңыз жақсылықты уәде етсе, бұл дұшпанның немесе басқа біреудің қиыншылықтарын білдіреді. Егер дұшпаныңыз жаман нәрселерді уәде етсе, бұл дұшпанның немесе басқа адамның жақсылығын білдіреді. Түсіңізде сізге дұшпаныңыз кеңес беріп жатқанын көрсеңіз, бұл қулықты білдіреді. Түсте дұшпанның барлық әрекеттері қарама-қарсы мағынаға ие. Түсіңізде жауды көру қатты жаңбырды білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.